Жасыл желекке оранған шырайлы Шымкент. Қазақы дәстүрдің қаймағы бұзылмаған ордасы, бау-бақшасы жайнаған, бұлбұл құсы сайраған Шымқала ежелден ән мен күйдің бесігі болып келеді. Тоғыз жолдың торабында орналасқан әсем қалада өнердің де, түрлі кәсіптің де нағыз майталмандары ғұмыр кешуде. Биыл Шымкент ТМД мемлекеттерінің мәдени астанасы болып тағайындалды. Бұндай мәртебеге ие болуының да себебі бар. Бүгінде елімізге танымал көптеген өнер қайраткерлері осы қаладан түлеп ұшқан. Шәмшәндерін шарықтатқан шырайлы Шымкенттің өнер әлемінде десі басым. Таланттардың шоғырын қанаттандырған ортадан әлі талай мықтылар шығары сөзсіз.